жылап алдым қуыршақ букетімді тоқып аяқтағанша. Себебі ең маңызды бөлігіне келген кезде қателік жіберіппін. Менің 2-3 күндік еңбегімді сөгіп қайта тоқуға тура келді. Осы сөккен кезде менің эмоциям шығып кетті, жылап жібердім. Негізі бас кезде өте әдемі келе жатқан, осындай шаштары да әдемі тоқылып, гүлдерінде тоқып қойған болатынмын. Бітіп аяқтаймын деген кезде осындай қателік шықты. Зато сөгіп қайта тоқығаныма кейіннен өкінбедім десем де болады. Себебі сөкпеген кезде бұндай әдемі бұйым шықпайтын еді. Өте күшті шықты. Күшті әдемі шықты деп өзімді мақтап қояйын. Ал сіздер комментарияға мені мақтап жаза кетіңіздер. Айтпақшы, тапсырыс берсеңіздер болады. Осындай әдемі етіп тоқып беремін.